Жаным, мен сені жақын арада ата-анаммен таныстырам. Білесің ғой, мен болашақ өмірімді сенімен байланыстыратынымды. Сенімен отбасын құрып, бақытты өмір сүргім келеді. Егер сенсең, мен сені өз өмірімнен артық жақсы көрем. Ата-анаммен танысуға қарсы болмассың деп ойлаймын. Жоқ, қарсы емеспін. Мен де сені жақсы көрем. Бірақ... Не бірақ? Айтсаңшы, не болды? Не бірақ? Менің бір ішкі сырым бар. Қандай сыр? Қанша рет айтуға оқталдым, бірақ дәтім бармайды. Жаным, біз келісіп едік қой. Бір-бірімізден ештеңе жасырмаймыз деп. Я, рас. Бірақ... Қандай сыр болса да, оның ішінде сақтама. Менен жасырма. Барлығын ашып айт. Ассалаумағалейкум, Нағаш әке, қалыңыз қалай? Уағалейкумассалам. Қалай жен? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Амансыңдар ма? Шүкір, аман есен. Кеш болғанда қайда шықтың? Мына жақта тірліктерім бар еді, соны тындыруға қалаға шығып бара жатқам. Ой, Нағашың бір келгенде отырып әңгімелесіп едік па? Сіз үйде болған шығарсыз? Мен Иә. тірліктерімді тезірек тындырып келіп, жақсылап әңгімелесеміз ғой, Нағаш әке. Әпкем мен жездем үйде ма? Иә, бәрі үйде. Кіре беріңіз. Ей, жен. Қашан үйленесің? Жасың болса мыңға жетті ғой. Үйленеміз ғой, Нағаш әке. Уағалейкум әссәлам. Досым қалайсың? Жақсы. Я, сол қазір жұмыстан шыққам. Болды, жарайды, жолығайық. Қай жерде? Болды, қазір онда 20 минутта болам онда. Жақсы онда. Досым солай де. Сонда ол қыздың басында не жағдай болған? Зорланған ба? Жоқ. Ажырасқан ба? Жоқ. Енді не? Қысқасы, бұрынғы жігіт алдап соққан. Үйленеміз деп, таудай уәден үйіп төгіп, бірақ арам ойын іске асырған соң, ізім қайым жоқ болған. Досым, мен саған өз ойымды айтайын. Бұл жерде қыздың өзі кінәлі. Не? Әрине, жігіттің айуандылығы бір бөлек. Бірақ жігітпен жүрдім, жақсы көрдім екен деп, міндетті түрде соның астына жата салу керек пе? Сен сүйем, болашақта үйленеміз десе, ар ұятын ұмытып, соған беріле салу керек пе екен? Неге осы ар ұятты жоғары қоймайды? Ғашық болған сезім осы екен деп, келешекте үйленеміз ғой деп пәктігін бере салу керек пе сонда? Болашақта не болады, неге ойламайды? Адал некесін қимай. Қыз бала пәктігінен айырылмақ түгілі. Біреуге қолын ұшын ұстатуға қақысы жоқ. Жасыратын жоқ. Еркекке өзі жабысып, тапа-тал түсте сүйісіп отыратын жексұрын қарындас қыздарымыз көбейіп кетті. Әрине, барлығына топырақ шашпаймын. Ибалы, инабатты қыздарымыз баршылық. Бірақ бір құмалақ, бір қарын айтып шіртет деген бар емес пе? Өтірік сезімге беріліп, мәні жоқ махаббатсымаққа мастанып, абыройынан пәктігінен айырылған қыздарға обал жоқ. Отбасын, тәрбиесін көрмеген жетесіз қыздардан осындай жеркенішті жексұрын қыздар пайда болады. Ал кейбір мақұлық жігіттердің арбауына түсіп қалған қыздар иманы әлсіз қыздар. Иманы берік қарындастарымыз нәпсінің жетегіне ермейді. Сондықтан мен алдандым, арбандым деген қыздардың
көбісіне сене берме. Намысын таптатып, өтірік уәдеге сеніп, нәпсіге еріп, талтайып, еркектің астына жата кететін қыздардан не үміт, не қайыр. Ал оларды алдап соғып, арбауына түсірген жігіттердің жазасын Алла тағала өзі береді. Дегенмен, қыздарымыздың ар-ұяты оянып, абыройын биік ұстаса, бұндай жағдайлар болмайтынына мен кәміл сенемін. Ары қарай өзің шеш, досым. Мен сенің жүрегіңе жауап бере алмаймын.